Ассалаумағалейкум. Бүгінгі әңгімеміз кіші жүз, оның ішіндегі жеті ру тармағына тарайтын Табын руы жайында. Өзінің батылдығы мен ерліктігінің арқасында Ноқтағас деген атаққа ие болған ру. Табын деген сөз ғалымдардың айтуы бойынша табыну деген сөзден шыққан деп тұжырымдайды. Кей ғалымдардың тұжырым бойынша түркі-моңғол термині табун деген сөзден шыққан дейді, яғни 5 жауынгер деген. Қазақ шежіресі бойынша табының бастамасы Майқы биден басталады дейді, яғни ол Шыңғыс ханның қолбасшыларының бірі болған. Майқы би атақты би болыпты. Шыңғыс ханды хан қылып Ақкезге көтерген кезде осы Майқы би атсалысып, әрі Ясызанын, Далазанын шығарған кезде бір авторлардың бірі осы Майқы би болып келеді. Кейін қазақ хандар да осы Ясызаннан үлгі алып, Қасым ханның қасқа жолы, Тәукенің жеті жарғы деген заңдарын шығарады, осыған сүйене отырып. Бір аңыздарда Майқы би 9 биді арбаға жегіп, Шыңғыс ханды отырғызып, Шыңғыс ханның ордасына жетіпті. Шыңғыс ханның көңілі сонша толғаны әр биге 4 нәрседен береді, яғни танба, ұран, ағаш және құс. Табындарға қара құс, ағашы балқарағай, ал ұраны салауат және сыпыртқы. Басқа аңыз бойынша Табын және оның бауыры Тама екеуі Алтын Орданың Жәнібек ханның досы Алау батырдан тараған деп айтады. Алтын Орда ыдырап тарағаннан кейін Алау батыр Ноғай ордасында ірі қолбасшы болған. Бір аңыздарда Табын өзінің 3 ұлына 3 түрлі зат қалдырып кеткен дейді. Үлкен ұлы Ағымға көсеу тастап кеткен, ортаншы ұлы Тоғымға тарақ тастап кеткен, кіші ұлына Бозымға шөміш тастаған. Сол аңыз бойынша көсеулі, тарақты, шөмішті болып табындар бөлінеді. Қытайдың көне жазбаларында, яғни біздің заманымыздың 1 ғасырда, қазіргі шекарада Ресей, Моңғолия және Қытайдың қиылысқан жерінде Укок деген таудың етегінде 5 шың бар, яғни 5 тау. Сол мекенді Табындар руының мекені деп жазған екен. Ол мекен жалғыз моңғолдарға емес, барша түрік еліне де қасиетті жер болып табылады. Табындар біздің заманымыздың 1-2 ғасырында ғұндармен бірге қазақ даласына келеді. Кейін қыпшақтармен одақ құрып, соның ішінде Дулат руымен оңтүстік шығыс жерлерінде мекен етеді, Жетісудың маңында. Шыңғыс ханның империясы толықтай орнағаннан кейін Табындар үлкен ұлы Жошының ұлысына кіріп, оның немересі Батыйдың батысқа қарай жорығына қатысады. Алтын Ордада Табындардың беделі жоғары болған. Соның бір дәлелі Берке ханның кезінде Тоқбұға Берке Қырымның билеушісі болған. Алтын Орда ыдырағаннан кейін де Табындар өзінің ықпалын жоғалтқан емес. Соның ішінде Ноғай ордасында атақты болған Асади би және Шікірлі билер өз ықпалын тигізіп отқан. Ал Тәңір Бердібек Әбілқайыр ханның кеңесшісі болған. Қазақ хандығы құрылғаннан кейін Табындар 2-3-ке бөлініп, Шайбанилер әулетін қолдайтындар және Қазақ хандығын қолдайтындар болып, Шайбанилер әулетін қолдайтындар Қазақ хандығынан жеңіліс тапқаннан кейін Сырдариядан әрі қарай асып, сыр бойындағы қалаларға кетеді. Ал Қазақ хандығын қолдаған Табындар Қасым хан разылығын білдіріп, Елек өзен бойындағы жерлерді Табындарға береді. Содан бері Табын руының қазақ даласын қорғауға және де мәдени дамуына көптеген үлес қосты. Соның ең үлкен үлес қосқан батырларының бірі Арқары батыр, Серке батыр, Байқадан батыр, Байқан батыр, Қабан батыр және де тағы басқалары бар. Бірақ осылардың ішінде ең беделді, ең атақты батыр бүгін Бай батыр Қараұлы, яғни жай жауынгерден барша қазақтың қолбасшысына дейін көтерілген. Жоңғарларды ойсырата жеңгеннен кейін қазақтардың бір жауы болатын Ресей империясы, яғни осы Ресей империясымен күрескеннің бірі Барақ Сатыбалдыұлы 18 жасынан ерлігі үшін барша қазаққа атағы шықты. Тарғауыттардың батыры Алауқа батырын жекпе-жекте жеңген кезде. Барақ батыр кейін Сырымдатырының көтерілісіне қатысып, 3000-дай қол жинап, Орынбордың бекіністеріне шабылып, ол жайлы ерліктер жайлы генерал Эгистронның Екатерина II-ге жазған хаттарында бар. Барақ батыр Бейнеу қаласының 13 км жерде
жерлем 1993 жылы басына мазар тұрғызылды. Және батырдың ісін ұлы Асауда және оның немересі Дәуіт жалғастырып, жалғыз Ресей империясына қарсы соғыстарда емес, барша қазақтың даласын, жерін қайтару үшін қырғыздармен де, өзбектермен де дауларда қатысып, шапқыншылықтарына қарсы тұрды. Бұл батырлардың ерлігін қазақ ешқашан ұмытқан емес. Көшелер, ауылдардың аты бар. Соның бірі Табынның батыр қызы Сапура Мәтен қызы Пугачев көтерілісінде атсалысып қазақтардың қолбасшысы болып қол бастаған. Атақты Бөгенбай батырдың ұлы Тіленші де осы қазақ бостандығы үшін көтерілісіне атсалысады. Және оның ұлы Жоламан батыр елік бойындағы орыстардың салған бекіністеріне шапқыншылық жасап, үлкен күрестер өткізіп, 1822-1832 жылдары бойынша 10 жыл бойына орыстармен соғысып келеді. Орынбор абақтысынан Сұлтан Арынғазыны тұтқыннан босатқан батырдың бірі болады. Жоламан батыр 1830 жылдары қазақтың соңғы ханы Кенесары ханға қосылып, көтерілісіне атсалысады. Және Жоламан батырдың серігі болып Бұқарбай батыр Есекбайұлы, яғни ол жалғыз батыр емес, жырау, жыршы деп барша қазақ даласында атағы шыққан. Батырлар ұрпағын Кеңес одағында да көзге түскен атақты Әлия Молдағұлова және пулеметші Иманғали Балтабанов. Әлия Молдағұлова барша Совет одағында ең алғашқы ел батыр атағын алған. Табын руынан жалғыз батырлар емес, әншілерден шыққан. Соның бірі Батырхан Шүкеновті айтуға болады. Құрметті ағайын, өз руларыңыз жайлы білгілеріңіз келсе, комментарий жазып, жан-жаққа таратып, лайк басып, подписаться деп каналыма жазылыңыздар. Қайыру көп комментарий жазады, сол жайлы бейнебаян шығарам.